Армысыз ардақты көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Қайрат Сәветбекұлы және әріптесім Жанна Шакуова. Қазір көретіндеріңіз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын коронавирус екпесін алуға шақырды. Біз пандемиямен күрестің негізгі жолы вакцинация екенін түсінуіміз қажет. Антиваксилердің қауесет даңғаза әңгімелеріне сенудің қажеті жоқ. Спутник V вакцинасы әлемнің 67 мемлекетінде тіркелген. Препарат дельта штаммына қаншалықты төтеп бере алады? Барлығы Спутник V вакцинасын күтуде. Себебі бұл препарат сенімдірек дейді. Тіпті екпе алу үшін арнайы Ресейге барып жатқандар да бар. Алматылық 24 жасар ана дүниеге үшем әкелді. Бұл жас отбасында өмірге келген алғашқы сәбилер. Бірден үш немерелі болып жатырмыз, өте қуаныштымыз. Рахмет, мен осы перзентхананың дәрігерлеріне рахмет айтпақшымын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халықты коронавирусқа қарсы екпе алуға шақырды. Үкіметтің кеңейтілген отырысында сөз сөйлеген президент қазір елдегі эпидемиологиялық ахуалға тоқталып, вакциналау құжаттарын қолдан жасаумен айналысатындарды қатаң жазалауды тапсырды. Сондай-ақ мемлекет басшысы халықаралық деңгейде мойындалған екпелердің қорын кеңейту қажеттігіне басымдық беріп, Алматы қаласындағы екінші жылу электр орталығын жаңғырту мәселесіне тоқталды. Үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы елдегі эпидемиологиялық ахуалға тоқталып, бүгінде жағдайдың нашарлап кеткенін айтты. Елде коронавирустың жаңа штамдары пайда болуына байланысты вакциналау науқанын әлі де белсенді жалғастыруға жетеді ол. Осы тұста халықты екпе алуға шақырған президент үкіметке вакциналау құжаттарын қолдан жасаумен айналысатындарды қатаң жазалауды тапсырды. Одан өзге мемлекет басшысы көпшілікті екпе алмауға үгіттейтін антиваксерлердің жалған ақпарына сенбеуге шақырды. Біз пандемиямен күрестің негізгі жолы вакцинация екенін түсінуіміз қажет. Антиваксилердің қауесет даңғаза әңгімелеріне сенудің қажеті жоқ. Сондықтан біз екпе салу науқанын жалғастырамыз. Ал кейбір жекелеген салаларда міндетті түрде вакцина салдыру қажет болады. Вакцинация туралы жалған сертификаттар жасау нарығы пайда болды. Мұндай деректерді тұтас қоғамның денсаулығы мен қауіпсіздігіне төнген тікелей қауіп деп түсіну қажет. Демек, жазаға тарту шарасы да қатаң болуға тиіс. Онлайн жиын барысында елдегі денсаулық сақтау саласына қатысты мәселелермен қатар COVID-19-ға қарсы препараттарды шет мемлекеттен елге жеткізу мәселесі де талқыланды. Мемлекет басшысы үкіметке халықаралық деңгейде мойындалған екпелердің қорын кеңейтуді тапсырды. Соның ішінде америкалық Pfizer вакцинасы Қазақстан нарығына биыл мамыр айында әкеліну керек еді. Алайда министрлер препаратты елге жеткізудегі қиындықтарды вакцинаны өндіруші компанияның ұсынған бір қатар талаптарының бұзылуымен байланыстырып отыр. Поставка вакцин Қазақстан үшін бөлінген Pfizer вакциналарын жеткізу тоқтап қалды. Анықтама ретінде уағдаластықтарға сәйкес Pfizer компаниясы ағымдағы жылдың мамыр айында елге екпенің 2 миллион мөлшерін жеткізуді жоспарлаған еді. Үкіметке президент әкімшілігіне орын алған ахуалды пысықтауды және қажетті препараттың біздің мемлекетке жетуіне жауапты адамдарға қатысты шаралар қабылдауды тапсырам. Өйткені біз азаматтарға қатысты өз ұсыныстарымызды әртараптандыруымыз керек. Мүмкін кейбір азаматтар дәл осы вакцинамен егілгісі келетін шығар. Сондықтан бұл азаматтарға мүмкіндік беруіміз қажет. Үкімет отырысында сондай-ақ Алматыдағы экологиялық жағдайда назардан тыс қалмай екінші жылу электр орталығын жаңғырту мәселесі қарастырылды. Қасым-Жомарт Тоқаев энергия кешені мен қоршаған ортаны қорғауды дамытуға басымдық беру қажеттігін атап өтіп, жаңа бу газ қондырғысының құрылысын бастау керектігін тілге тиек етті. Бұл жобаны орындау мерзімі 2026 жылдың соңына дейін деп белгіленіп, бірінші кезеңі 2023 жылы аяқталуға жеткен нақты тапсырма берілді. Еске сала кетсек, бұған дейінде мемлекет басшысы үкіметке Самұрық Қазына ұлттық компаниясымен бірлесіп, екінші жылу электр орталығын газға ауыстырудың құнын және оны техникалық жаңғыртудың шешімін түпкілікті айқындауды тапсырған болатын. Аяулым Көлжігіт, Алматы телеарнасы. Пандемияға қарамастан Алматы қаласының экономикасы жарты жыл ішінде тұрақты күйде қалып отыр. Қаңтар мен маусым айлары аралығында экономикалық индикатор өткен 5 аймен салыстырғанда 1,1%-ға өсіп, жалпы 8,9%-ды көрсеткен. Сын-қатерлер болғанмен оң үрдіс байқалған секторларда сақтап қалу үшін әлеуметтік экономикалық шаралар қолға алынған. Толығырақ тілші тарқатады.
Қала экономикасы пандемияға қарамастан қалпына келіп жатыр. Жыл басынан бергі экономикалық көрсеткіштер бойынша мегаполистің барлық негізгі салаларында оң серпін байқалады. Әлем елдеріндегідей бізде де қызмет көрсету, туризм сияқты секторлардың табысы күрт түсіп, дағдарысқа ұшырағаны мәлім. Әйтсе де салық көлемі бірден артып, табысы бірнеше есеге ұлғайған салалар бар. Мынау экономиканың нақты сектор дейді, өнеркәсіп саласында өсім бар белгілі дәрежеде. Ол құрылыс саласында жандану фаза кәдімгідей өсім көрсетіліп жатқан жағдайлар бар. Және де IT саласы, фармацевтикамен байланысты салаларда бізде өсім бар. Бюджетке түсімдері, салық түсімдерінен қарасақ, жоспар артығымен орындалып жатқан байқауға болады. Демек, осы тұрғыдан қараған кезде Алматының экономикасы тұрақты деп айтуға болады. Жыл басынан бері өнеркәсіп 19,8, құрылыс 24,1, байланыс қызметтері 13,7, сауда 6,6%-ға артқан. Сондай-ақ инвестициялар көлемі де ұлғайды. Биыл жалпы құны 314 миллиард теңге болатын 84 инвестициялық жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Нәтижесінде 10 мың жұмыс орны ашылмақ. Инвестиция көлемі өте артқан. 32,7%-ға. Теңгемен айтатын болсақ, 355-те 4 миллиард теңгеге ұлғайған. Бұл енді жақсы көрсеткіш. Демек, негізгі капитал экономиканың нақты сектормен байланысты. Экономиканың нақты секторында егер өсім болса, өнеркәсіпте өсім болса, ол экономиканы түптей дамытады. Ал шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында 1 мыңнан астам жоба мақұлданған. Шағын кәсіпорындар үшін индустриялық аймақтың аумағында өнеркәсіптік парктер, өндірістік үй-жайлар салынуда. Биыл 3 шағын паркті іске қосу жоспарланып отыр. Руководство города большую роль сыграло. Мысалы, Атамекен кәсіпкерлерді қолдау палатасы тарапынан бизнес өкілдеріне қолдау жасалды. Соның арқасында қала қазынасына түсетін салық көлемі төмендеген жоқ. Сондай-ақ баға мәселесі де қала әкімдігінің бақылауында. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының құнын ұстап тұру үшін базарларда әлеуметтік дүкендер ашылған. Бұдан бөлек 6 айдың ішінде 38 мыңнан астам жұмыс орны құрылған. Жалпы жыл соңына дейін барлығы 51 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылмақ. Назкен Еркін, Сағынғали Мұңайтпасов, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Осы күзде Алматының өнеркәсіптік парктерінің бірінде тағы бір өндірістік нысан ашылады. Мұнда олар отандық дизайнерлердің идеясымен, перделермен киім тігеді. Жобаның арқасында тігіншілер, қойма қызметкерлері және дизайнерлер үшін 40-қа жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Бұл туралы мәжіліс депутаттарының жұмыс сапары кезінде белгілі болды. Олар Алматының Наурызбай ауданындағы Ала Эстейт шағын өнеркәсіптік паркіне барып, өндірістік алаңдардың жұмысын бағалады. Депутаттар цех жұмысшыларымен кездесіп, еңбек жағдайымен танысты. Сондай-ақ өз ескертпелерін де айтты. Там мало казахстанского содержания. Отандық өнім аз. Барлық өнімнің өзімізден шыққанын қадағалап, бақылауда ұстаған жөн. Сондықтан шикізатты да, өнімді де ел аумағында өндіру керек. Өнеркәсіп паркінің аумағында барлығы 7 цех жұмыс істейді. Онда кеңсе тауарлары мен кондитерлік өнімдер шығарылып, тапсырыс бойынша жиһаз дайындалады. Ала Эстейт алаңы өткен жылы Алматы бизнес 2025 мемлекеттік бағдарламасы бойынша ашылған. Жыл соңына дейін мұндай өндірістік база Алатау ауданындағы индустриялық аймақ аумағында да ашылады деп жоспарланып отыр. Соған сәйкес өндірістік цехтарда шоғырланатын болады. Алматының индустриалды аймағында тағы 8 өндірістік кәсіпорын салынады. Цехтар кезең-кезеңмен 1-2 жылдың ішінде өз жұмысын бастайды. Зауыттарда құрылыс материалдары, қазандықтар, химиялық жабдықтар, аспаздық өнімдер, алкогольсіз сусындар өндіріліп, Made in Қазақстан өнімі отандық нарыққа ғана емес, шетелдік нарыққа да бағытталады. Осы жобалардың арқасында 800-ге жуық жаңа жұмыс орны пайда болады. Бүгінде индустриалдық аймақ отандық өндірісті дамыту үшін ең ірі алаңдардың бірі. Мұнда 16 жоба жұмыс істейді. Олар автокөлік, медициналық бұйымдар, жартылай фабрикаттар, сәулеттік қасбеттер шығарады. До конца 2021 года Жыл соңына дейін тағы 77 жобаның іске асырылуы жоспарланып отыр. Бұл шамамен жалпы сомасы 38 миллиард теңгені құрайды. Өз кезегінде 700 жаңа жұмыс орны пайда болады. Сондай-ақ осы жылы индустриалды аймақта тағы 4 өнеркәсіп паркі ашылады. Алматыда эпидемиологиялық ахуал нашарлап барады. Биылғы жазда қалада коронавирусты жұқтырудың ең жоғарғы көрсеткіштері тіркелді. Мәселен, өткен тәуліктің өзінде 638 алматылық індет жұқтырыпты. Қаланың бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин науқастар санының күрт өсуін дельта штамының анықталуымен байланыстырып отыр. Оның айтуынша науқастардың ішінде жаңа штаммен ауырып жатқандардың үлесі 80%-ға жеткен. Сондай-ақ балалар мен жасөспірімдердің арасында да инфекция жұқтыру деңгейі артқан. Оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалардың 13%-ы вирусқа шалдығуға бейім.
Осы ретте қаланың бас санитарлық дәрігері алматылықтарда карантин талаптарын сақтап, вакцина алу негізінде індетке қарсы иммунитет қалыптастыруға шақырды. Ауру ошақтар негізінен сауда желілері, қоғамдық көліктер, базарлар мен қоғамдық тамақтану нысандары екенін ескертті. Өткен аптада 3085 жағдай тіркелді. Бұл алдыңғы аптамен салыстырғанда 1,4 есеге көп. Өсудің себептері біз 18 маусымнан бастап қалада дельта нұсқасының таралуымен байланыстырамыз кейін кезде. Ол жоғары жұқпалы және жиі ауыр клиникалық көріністері тудырады. Алматыда карантин талаптарын сақтамайтын кәсіпкерлік нысандары азаймай тұр. Сол үшін қалалық штабтың мамандары күні-түні рейд жүргізіп, мекемелерді тексеріп жатыр. Нәтижесінде мониторингтік топтың өкілдері Медеу және Алмалы ауданында орналасқан бірнеше мейрамхананың үстінен түсіп, жұмысын әшкерледі. Тіпті біздің түсірілім және тексеруші топтың мамандарына қарсылық танытқандар да болды. Әріптесім Мерей Қанапиянов жалғастырады. Қалалық штабтың мамандары өткен демалыста қалада тексеріс жүргізіп, Медеу ауданында орналасқан мейрамхананың карантиндік талаптарды сақтамай жұмыс істегенін анықтаған. Мекеменің санитарлық ережені бұзғаны бұлай тұрсын, қатаң түрде тыйым салынған қорқорды әр жерде шегіліпті. На сегодняшний день по Медеевскому району работает 4. Бүгінде Медеу ауданында 4 мониторингтік топ жұмыс істеп жатыр. Оның екеуі күндіз шықса, қалған екеуі түнде шығады. Кәсіпкерлерге айтарым, санитарлық талаптарды сақтап жұмыс істеп, қала тұрғындарының денсаулығына жауапкершілікпен қараңыздар. Мұндай тексеріс жұмыстары алдағы уақытта да жалғаса береді. Ал Әл-Фараби даңғылының бойында орналасқан бұл мекеме естеріңізде болса, осыған дейінге бірнеше мәрте тәртіп бұзып, көзге түскен еді. Бұл жолы да сол қателіктен сабақ алмағанға ұқсайды. Бұл мекеме ашық бағдарламасымен жұмыс істесе де, әдеттегідей санитарлық талаптар сақталмаған. Себебі бас санитардың қаулысына сәйкес келуші саны 50%-дан артық болмауы тиіс. Сол себепті де қазір анықталған фактілер бойынша мамандар тиісті жұмыстарды жүргізіп жатыр. Көп ұзамай мамандар Алмалы ауданына қарасты Наурызбай көшесінің бойында қатар орналасқан екі мекеменің жұмысын әшкереледі. Мұнда да сол әдеттегідей санитарлық талаптар сақталмаған. Келушілер болса қорқорда емін-еркін шегіп отыр. Алайда күтпеген жерден қонақтардың бірі біздің арнаның операторына шабуыл жасап жағасына жармасты. Кейін оқиға орнына тәртіп сақшылары келіп, операторға қарсы шыққан мас күйдегі азаматты полиция басқармасына алып кетті. Одан бөлек караокеде отырғандарды мониторингтік топқа қарсы шығып, ұзақ уақыт салғыласты. Ол аз десеңіз, біздің микрофонға да жармасты. Қазіргі таңда Алмалы ауданында 4 мониторинг топ жұмыс жасауда. Кәсіпкерлермен де алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аудандық кәсіпкерлерден сұрарым, бас санитарлық дәрігердің талаптарын сақтауды сұраймын. Айта кетейік, қазір қала қызыл аймақта болғандықтан тексеріс жұмыстары күшейтілген. Егер карантин тәртібі бұзылған жағдайда мекеме иелеріне хаттама толтырылып, айыппұл салынады. Мерей Қанапиянов, Ялкунжан Ашимжанов, Алматы телеарнасы. Ал енді коронавирусқа қатысты статистиканы келтіре кетейік. 3899 бұл елімізде өткен тәулікте ауруға шалдыққандар саны. Антирейтинг басында Нұр-Сұлтан қаласы тұр. Онда 950 адам вирус жұқтырыпты. Жалпы пандемия басталғалы Қазақстанда 458 мыңнан астам адамда індет анықталған. Оның 4600-ден астамы көз жұмды. Эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасына сәйкес жасыл аймақта 2 өңір, Сарыда 4 облыс, ал қауіпті аймақта 3 қала мен 8 облыс орналасқан. Олар Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары. Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Маңғыстау және Павлодар облыстары. Әлемдегі ахуал. Ресейде COVID-19-дан бір аптаның ішінде 5 мыңнан астам өлім тіркелді. Ел үшін бұл пандемия басталғаннан бергі ең жоғарғы көрсеткіш. Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы Михаил Мурашканың айтуынша, вакциналау оң нәтиже беруде, алайда көп аймақта бұл жұмыстың қарқыны төмен.
Ал Испания тағы қызыл аймаққа кірді. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің айтуынша коронавирус жастар арасында тез таралып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі түнгі клубтарды жабуды және коменданттық сағатқа оралуды қамтитын шаралар мен ұсыныстардың жобасын дайындады. Сарапшылар инфекцияның таралу қарқыны әсіресе түнгі уақытта жоғары дейді. Дүние жүзі бойынша Спутник V вакцинасы 67 мемлекетте тіркелді. Демек, бұл екпе әлем халқының 3,5 миллиардына жетеді деген сөз. Осы уақытқа дейін препарат салдарынан өлім жітім тіркелмеген. Сарапшылардың мәліметтерімен соңғы зерттеулердің нәтижесінде Спутник V вакцинасының COVID-19-ға тиімділігі 97,3%. Ал екпені жасап шығарушылар бұл вакцинаның үнді штамына қарсы тиімділігі 90% дейді. Спутник V адам аденовирус векторының платформасы негізінде жасалып, тіркелген әлемдегі алғашқы вакцина. Ол тиімділігі 90%-дан жоғары екпелердің үштігіне енді. Қазіргі таңда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы препараттың сапасын бағалауда. Бұл процесс аяқталуға жақын. Мамандар вакцинаның оң баға алатынына сенімді. Бұл процесс тез аяқталады деп үміттенем. Нәтиже таяу арада шығады. Ресей Федерациясындағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кеңесі бұл жұмыстарға қатыспайды. Себебі бұл штаб-пәтер, өндіруші және денсаулық сақтау жүйесі арасындағы жабық процесс. Қауіпсіз әрі тиімді. Отандық дәрігерлер Спутник V вакцинасын осылай бағалап отыр. Олардың айтуынша, екпе алғаннан кейінгі ағзада туындайтын жанама әсерлер препараттың тиімділігін дәлелдейді. Себебі осылайша организм вакцинаға жауап қайтарып, вируспен күресуге жаттығып, иммунитет қалыптастырады. Это естественная реакция организма. Бұл дененің табиғи реакциясы, себебі иммундау процесіне ағзаның қорғану жүйесі жауап беруі керек. Вакцинаның артықшылығы екпе алған организмнің иммунитеті өзінше жаттығып шынығады. Вакцина инфекцияның дендеп кетуіне жол бермейді. Біріккен Араб Әмірліктерінің денсаулық сақтау министрлігі ресейлік екпенің коронавирусқа қарсы тиімділігін 97,8% деп бағалады. Ал COVID-19-ның ауыр түрлерін алдын алуға 100% қауқарлы деп жариялады. Зерттеу кезінде 81 мың адамға Спутник V препараты салынып, олар мамандардың бақылауында болған. Қазір екпе Аргентина, Венгрия, Мексика, Біріккен Араб Әмірліктері елдерінде сұранысқа ие. Мен өте қуаныштымын. Бізге берілген мүмкіндікті пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Бұл вакцинаның түрін сенімді деп санаймын. Осыған дейін жүргізілген зерттеулер екпеден кейінгі жанама әсерлер қалыпты жағдай екенін көрсетті. Германияда екпе алу үшін 5-10 айдай күтуге тура келетін еді. Сондықтан басқа амалдарды қарастырдым. Ресейге барып вакцина алып келдім. Біздің жер көп тілді аймаққа жатады. Мұндағы халық көбінесе орыс және белорус телеарналарын тамашалайды. Барлығы Спутник V вакцинасын күтуде. Себебі бұл препарат сенімдірек дейді. Тіпті екпе алу үшін арнайы Ресейге барып жатқандар да бар. Елімізде 2,443,000-ға жуық қазақстандық вакцинаның 2 компонентін алған. Республикада салынған екпе саны бойынша Алматы қаласы бірінші орында тұр. Мұнда осы уақытқа дейін 558 мыңнан астам тұрғын ковид вакцинасының бірінші дозасын алған. Айта кетейін, халықты вакцинамен кеңінен қамту үшін қаладағы емханалар, сауда үйлері, базарлар, мектептер, мәдениет және спорт нысандарында 212 екпе пункті демалыссыз жұмыс істеп тұр. Сымбат Ноғай, Елкінжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Ақпараттар легін одан әрі тізбектейміз. Елімізде ауыл әкімдерін сайлау 25 шілдеде өтеді. Халық өз ауылының әкімін таңдау үшін таңғы сағат 7-ден кешкі 20:00-ге дейін сайлау учаскелеріне барып дауыс бере алады. Қазір өңірлерде саяси науқанға дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Бүгінде кандидаттарды ұсыну кезеңі аяқталған. Мәселен, Қызылорда облысында 40 ауылдық округтің әкімі таңдалады. Қазір өңір бойынша 151 үміткер саяси додада бағын сынамақ. 151 кандидаттың 9-ы әйел, яғни 5,9% құрап отыр. Ең жас кандидат 25 жаста, ең үлкені 62 жаста, кандидаттардың орташа жасы 41 жасты құрап отыр. Кандидаттардың ұсынылған кандидаттардың мамандықтар бөлінісі бойынша ең көбі мұғалімдер. Жалпы елімізде 2346 ауылдық округ әкімі болса, биыл соның шамамен 775-і сайланады. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес биылдан бастап ауыл әкімдерін тікелей халық сайлайды. Бұл өз кезегінде естуші мемлекет қағидатын жүзеге асыруға, партиялардың өкілеттіктерін кеңейтуге жол ашады.
Биыл ел егемендігіне 30 жыл тәуелсіздік алған тұста Қазақстан үшін түйінін тарқатар маңызды мәселелер көп болды. Соның бірі һәм бірегейі мемлекеттің қауіпсіздігі, республиканың әскери күші. Арнайы жарлық пен доктринадан бастау алған елдің әскери әлеуеті туралы біз не білеміз? Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің тарихы қандай? Тілші тарқатсын. Тәуелсіздік тәңірдің сыйы. Дегенмен оған жету үшін төгілген тер аз болған жоқ. Елдің қорғанысы мен қарулы күшін қалыптастыруда егемендік алар тұстағы түйткілді тақырып еді. Тарихқа көз жүгіртсек. Кеңес үкіметі ыдырағанда Қазақстан әскеріндегі ұлттық кадрдың үлесі 2% болды. Ал одақтың әр түкпірінде жалпы алғанда 2803 қазақ офицері бар еді. Қазақстандағы қарулы күштерді құру 1991 жылдың 25 қазанында жасақталған қорғаныс комитетінен басталды. Дәл осы комитет жер-жердегі қазақ офицерлерін шақырумен әскери құқықтық құжаттарды дайындаумен айналысты. Первый состав Министерства обороны. Қиын кезеңдегі ел әскерін құруда басшылығы өте мықты болды. Қазақстанның қарулы күштерін құрғанда аса тәжірибелі мамандар үлкен іс атқарды. Кадр жетпесе де әскердің ертеңіне, болашағына сену басты міндет еді. Елді қорғау ердің міндеті екенін әр әскери маманның ойына тоқу сол кездегі менің де басты қызметім болды. Одақ тарағанда қазақ жерінде 78-ші танк дивизиясы, 68-ші және 155-ші мот атқыштар дивизиясы мен 80-ші гвардиялық дивизия және 73-ші әуе армиясы бар еді. Сондай-ақ шығыс шекара авиациялық бөлімдері мен 14-ші әуе қорғаныс күші де республика аумағында шоғырланды. Әлбетте, бұлардың ең үлкені стратегиялық әскери күштер еді. Сонымен тәуелсіз ел тарихында 1992 жылдың 7 мамыры Қазақстан қарулы күштерін құру туралы жарлықтың шығуымен есте қалды. Ал 1993 жылдың 11 ақпанында Қазақстан Республикасының тұңғыш әскери доктринасы қабылданды. Құжатқа сәйкес, Қазақстан Республикасы қорғаныс күштері 3-ке бөлінді. Құрлық әскерлері, әуе қорғаныс күштері және әскери теңіз күштері. В течение 2 лет Сол қиын жылдарда әскердің әлеуетін қайта құру үшін білікті кадрлар керек еді. Жағдай өте қиын болды. 2 жылдың ішінде генерал-майор Есенғұловпен бірге 2000-нан астам маманды дайындап шықтық. Әлбетте, экономикасы мен қоғамның өмір сүру деңгейі төмендеп кеткен елде армия құру оңай болған жоқ. Ұйқысыз түн, демалыссыз күн өткердік. Бүгінгі Қазақстанның әскері кез келген қиыншылыққа төтеп бере алатынына мен сенемін. Қиын уақытта еңсесін тіктей білген отандық армия тәуелсіздік жылдарында да толассыз жетілуді міндет етіп отыр. Қазақстан қарулы күштері 2017 жылы әлемдік Global Firepower ұйымының рейтингінде 53-ші орынға табан тіреді. Жақсы көрсеткіш, дегенмен тоқмейілсуге болмайды. Себебі әскер елдің жүрегі, бейбітшілік пен тұрақтылықтың негізгі тірегі. Мадина Оқас, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Алматыда дүниеге үшем әкелген 24 жасар ана бүгін перзентханадан шықты. Тұңғыш сәбилерін асыға күткен жас отбасы ендігіде 3 бірдей қыз баланың ата-анасы атанып отыр. Жастардың қуанышына ортақтаса келген көпшілік ана мен балалардың денсаулығына қатты алаңдадық дейді. Толығырақ тілші айтады. Айым Сағатбек 26 мамырда 3 бірдей қыз баланы дүниеге келген. Дәрігерлердің айтуынша сәбилер жүктіліктің 29 аптасында бір келіге жетпейтін салмақта өмірге келіпті. Сондықтан болар нәрестелер бірнеше күн жансақтау бөлімінде болған. Басында қорқыныш болды, білген кезде тройнан деп. Пол неважно болды. Балаларды бірден реанимацияға алып кетті. Реанимацияда өте жақсы қарады. Реанимациядан 5 және 10 күн ішінде шықты. Бірінші 2 қыз шықты үлкендері, сосын сезім шықты артынан. Көптен күткен қуанышқа жас отбасының жақындары жиналып, үшеммен жас ананы үйге алып қайтты. Күллі әулеттің көзайымы болған кестетігерлерге өз кезегінде орталық қызметкерлері де сыйлықтарын тарту етті. Бірден 3 немерелі болып жатырмыз, өте қуаныштымыз. Рахмет, мен осы перзентхананың дәрігерлеріне рахмет айтпақшымын. Мен балам мен келіннің ең алғашқы балалары, үшем. Енді қуаныштымыз осы күні, осындай сәтте шығып жатқанымызға балалармен. Сезім прям вау, енді үшем деген енді қиын бір сетінен, бірақ оңай. Жолдар болады жер енді. Ырысы болады дейді ғой әр баланың өзінің соңында. Енді ақыртап соған енді басында енді жылау да болды, енді ол оңай емес, енді бір сетінен ризамын. Алғашында нәрестелердің жағдайы ауыр еді. Сондықтан жансақтау бөлімі мен арнайы сипап аппаратында болған сәбилердің халі қазір жақсы. Келешектеріне де еш қауіп жоқ дейді дәрігерлер. Динамикасында жағдайлары жақсарып, тамақта өз беттерімен еміп,
салмақтары қазіргі таңда бірінші нәресте 930 граммен туылып, 1935 граммен шығып жатыр. Екінші нәрестеміз 980 граммен туылып, 2009 граммен шығып жатыр. Үшінші нәрестеміз 910 граммен туылып, 1730 грамменен үйге аман есен шығып жатыр. Көптің қуанышына себеп болған сәбилерге жақындары асылым, аяулым, сезім деп ат қойды. Айта кетейік, олар жыл басынан бері дәл осы орталықта дүниеге келген үшінші үшем. Мадина Оқас, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы. Еліміздің танымал Ұлытау этно-рок тобы Башқұртстандағы 6-шы дүниежүзілік фольклорияда өнер көрсетті. Қазақтың бас болмысы мен руханиятын дүйім жұртқа паш еткен отандастарымыз ең басты сахнада 1 сағаттан аса уақыт ұлттық аспаптарда ойнап, жиналған көрермендерді тәнті еткен. Бүкіл әлемде фольклорлар олимпиадасы аталып кеткен бұл шараға 37 мемлекеттен 2700 өнерпаз қатысып, 22 алаңда түрлі дүбірлі концерттер ұйымдастырды. Мәдени жаңалыққа аяулым Көлжігіт шолу жасайды. Фольклорлар олимпиадасы аталып кеткен халықаралық іс-шара биыл 6-шы мәрте Башқұртстанда ұйымдастырылып, 37 мемлекеттен келген 2700 өнерпаздың басын қосты. Әлемнің әр бұрышынан жиылғандар 22 концерт алаңдарында ұлттық киімдерін киіп, түрлі әндермен билер орындап, өзара достық қарым-қатынас орнатты. Өз кезегінде Қазақстанның атынан қатысқан Ұлытау этно-рок тобы негізгі сахнада 1 сағаттан аса репертуарларындағы туындыларымен көпті тәнті етті. Конечно, есть какие-то уже... Әрине, біздің репертуарымызда көпшілік сүйіп тыңдайтын шығармалар көп. Бірақ бұл фольклориядағы бұрындары орындамаған, ойнамаған жаңа туындыларымызда да дайындап келдік. Осы әлемдік деңгейдегі фольклорияданың осы Башқұртстанда Уфа қаласында өтіп жатқан өте орынды, себебі Башқұртстан, әсіресе осы Уфа қаласы өте Евразияның жүрегі саналады. Сол үшін біздің ұлтқа, қазақ еліне өте жақын, бауырмал, тілі жағынан, діні жағынан, барлық жағынан, сол үшін біз өте қуаныштымыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы халықаралық деңгейдегі фольклорияда Евровидение 2021 байқауынан кейінгі ауқымды шара екен. Ал ашылу салтанатын Сочидегі Олимпиада ойындарын ұйымдастырған мамандар жасапты. Мәдени шараға Австрия, ақш, Панама, Мексика, Қазақстан, Үндістан, Белоруссиядан келген таланттардан бөлек саяхаттап жүрген туристер де қатысқан. Шынымды айтсам өте ризамыз. 5 жыл бойы бұл іс-шараны ұйымдастыруда көп күш жұмсадық. Бұл жолы да Башқұртстанның басшысы және министрлермен тығыз байланыста болып, бәрін ойдағыдай өткізуге тырыстық. Қазір Уфада мен өзімді екінші үйіме келгендей сезінем. Айта кетейік, бұл жолы Башқұртстанда өткен фольклориадада бірден 2 әлемдік рекорд орнаған. Алғаш рет 71 ұлт өкілдерінің қатысуымен бейбітшіліктің белгісі ретінде дөңгелек би мен шеру орындалып, халықтар достығының символына айналды. Жаһанды дүр сілкіндірген пандемияға қарамастан мәдени шара барлық санитариялық талапқа сай ұйымдастырылды дейді жауаптылар. Ресей мемлекетіне шетел азаматтарының кіруі қатаң қадағаланып, толық тексеруден өтеді. Әр қатысушы үшін шекарадан өтуге рұқсатты Ресей Федерациясының жедел штабынан алдық. Және әр азаматқа 8 бетпердеден 1 миллионнан аса маска дайындадық. Бүкіл әлемдік сахнада ұлттық аспаптардың сүйемелдеуімен қазақ халқының рухын паш еткен Ұлытау тобынан өзге Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының ән және би ансамблі де өнер көрсетті. Олар халық және әскери шығармаларды, сондай-ақ әлем елдерінің билері мен әндерін орындап, көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Аяулым Көлжігіт, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте естеріңізге салайын, вакцина алу індетті жеңудің жалғыз жолы. Сіздің денсаулығыңыз бүкіл қоғамның қауіпсіздігі екенін есте ұстаңыз. Ал жаңалықтардан шыққан барлық материалдарды YouTube арнасындағы Алматы ТВ News парақшасынан таба аласыздар. Әзірге осы аман сау болыңыздар, қайраттарыңыз қажымасын.